Армысыз құрметті көрермен, тікелей эфирде тәуелсіз байқаушылардың ақпараттық штабы бүгін Қазақстандағы жалпыұлттық референдум жайлы тәуелсіз байқаушылардың ақпараттық штабы таңғы сағат 7-ден түнгі 12-ге дейін еліміздің әр өңірінен ақпарат таратады. Осы уақытта қазақстандықтардың 64,43% дауыс беріп үлгерді. Бұл орталық референдум комиссиясы сағат 16:00-де берген ресми мәлімдемесі. Жалпы ел бойынша 8.029.286 азамат өз таңдауын жасаған. Бұл референдум бұрынғыдан да өзгерек. Алматыда таңертеңнен бері сайлау учаскелеріне келіншектер ақ орамал тағып, ұлттық киім киіп келсе, кейбірі шахмат ойнап, танымал адамдармен суретке түскен дауыс берушілерден өз таңдауын жасады. Алматы қалалық маслихаттың төрағасы Мейіржан Отыншиев қалалық көп шоғырланған Жасқанат ықшам ауданында дауыс берді. Выпечка домашняя, выпечка бәрін. Керемет. Бауырсақ. Әдейі дайындадыңыз ба? Міне Алматыдағы референдум учаскелерінде халық өте көп, әрі мұнда көрме ұйымдастырып, жұрт концерт тамашалап жатыр. Халықтың көңіл-күйі керемет. Тұрғындардың кейбірі тіпті ақ орамал тағып, қазақтың ұлттық киіммен келген қыз-келіншектер де бар. Сонымен бірге Жасқанат ықшам аудандағы референдум учаскесіне кірдік. Бізге суретке, видеоға түсіруге рұқсат берді. Қызметкерлердің барлығы ұлттық киім киіп, халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Наурызнамаға байланысты болғаннан кейін біз енді өстіп біздің участок осылай шештік. Бәріміз бірыңғай осы ұлттық нақыштағы киімімізді киіп берсек деп. Барлығыңыз бір түсті екен, тапсырыс бердіңіздер ме, әлде өздеріңізде солай сәйкестік болды ма? Жалпы бұл енді өзімізде сондай тапсырыспен алдық. Сонымен бірге Алматы қалалық маслихатының төрағасы Мейіржан Отыншиев те жұртшылықпен бірге келіп, өзінің таңдауын жасады. Біз депутатқа микрофон ұсынып, пікірін білген едік. Ерекше атмосфера қалыптасып отыр. Бәле адамдар шахматтар ойнап отыр, басқа да өлең ойнап жатыр. Мүгедектігі бар азаматтарға да инватакси, ерекше жағдай қажет ететін азаматтарға да инватакси бүгін 180-ге жуық машина қарастырылып жатыр. Оның барлығы, яғни мемлекет барлық жағдай жасап жатыр. Ең бастысы біздің азаматтар өз таңдауларын, дұрыс таңдаулар жасайды деп ойлаймын. Алматы қалалық маслихатының төрағасының айтуынша қалада мүмкіндігі шектеулі жандар инватаксимен қамтамасыз етілген. Осы ақпараттың рас өтірігіне көз жеткізу үшін біз әрі қарай сапарымызды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жители Актюбинской области сегодня проявляют невероятную активность на референдуме. По последним данным ЦИК, регион лидирует по количеству голосов. Актюбинцы приходят с семьями, с детьми, внуками, даже с грудными малышами на руках. Молодежь в первых рядах, пожилые тоже не отстают, а некоторые отмечают сразу два важных события в жизни. Какие, расскажет наш корреспондент в регионе Динара Уркумбаева. Я нахожусь у участка референдума номер 523, который расположен в жилом массиве Акжар-2. Здесь довольно праздничная атмосфера, звучит музыка, люди приходят активно, с детьми, с внуками. И сегодня же на этот участок пришла необычная семейная пара, у которых день референдума совпал с их семейным праздником. У Айжановых сегодня золотая свадьба. Вместе они прожили 50 лет. И также вместе, держась за руки, супруги пришли проголосовать. Так, супруги Айжановой сегодня не только проголосовали по новой конституции, но и принимали поздравления в честь золотой свадьбы. Ровно 50 лет назад Жаксылык и Амина познакомились и с тех пор никогда не расставались. За годы совместной жизни они воспитали 5 детей, есть внуки и правнуки. Совпадение двух знаменательных дат Айжановы считают добрым знаком и для себя, и для страны. Сразу после голосования их ждет семейное застолье.
Но праздник ждет не только Айжановых. На участке номер 523 царит настоящая особенная атмосфера. Гостям предлагают попробовать национальные игры, перетягивание каната, осыки, взвешивание гирь. Хотя гири кажутся маленькими, по 8 и 10 килограммов, справиться с ними не так просто. И даже если победа достается не всем, каждый получает грамоту. Настоящий народный праздник прямо на избирательном участке. Повторюсь, в Актубе сегодня замечательная погода, на улице +3, ярко светит мартовское солнце. В такую погоду, кажется, даже самый ленивый не захочет сидеть дома, а до конца голосования еще есть часы. Вполне вероятно, что Актюбинская область удержит лидерство по явке на референдум. Мирамгуль. Шығыс Қазақстандағы сайлау учаскелерінің референдум барысында 547 комиссия жұмыс істеп жатыр. Олардың құрамында 3800-ден астам адам бар. Алдын ала деректерге сәйкес облыста сағат 16:00-дегі жағдай бойынша 78,98% адам дауыс берген. Қазір біз Өскеменнің тағы бір сайлау учаскесінің жанындамыз. Референдум басталғалы бірнеше сағат өтті. Көріп тұрғандарыңыздай қала тұрғындары дауыс беруге келіп жатыр. Таң ата салысымен қарттар белсенділік білдірсе, қазір жастар көп. Қоғамдық маңызды іс шарадан қалыс қалмай, алғаш рет қатысып, дауыс беріп жатқан жастар көп. Еліміздің жарқын болашағы үшін өз таңдауларын жасаған олардың көңіл күйлері көтеріңкі, бірақ қобалжулары байқалады. Қазір түрлі ұрпақ өкілдерімен сұхбаттасып, олардың пікірлерін білейік. Мен үшін бұл әрбір Қазақстан мемлекетінің азаматтарына маңызды. Бұл енді өте маңызды шара ғой. Бұл енді Қазақстанымыздың өзіміздің тәуелсіздігімізге, болашағымызға өте маңызды зор нәрсе ғой. Сондықтан бәрімізге дауыс беруге шақырамын қазақстандықтарды. Бұл заң енді көп нәрсеге әсер етеді ғой. Біздің болашағымыз ғой. Еліміз үшін енді таңдау жасадық. Ну, это очень важно, потому что я хочу сказать, что это мы же, во-первых, живем в Казахстане, это наша родина. Как бы гражданская позиция должна выражаться все равно. Көңіл-күйім жақсы, бұл дауыс бергеніміз енді референдум болашаққа керек, Қазақстанымыз өркендесін, мәңгілік болсын, келешек жастарымыз аман болсын, дүние тыныш болсын, ел іргесі аман болсын. Адамдар мына келіп жатыр. Қазіргі уақытта 400-ге жуық адам келіп қойды, бізге де өз дауысын беріп қойды. 18 жасқа толған және де алғашқы келген кісілерге біз өзіміздің тарапымыздан сыйлықтар берудеміз, тәттілер береміз, шоколад секілді, тағы да басқа. Бақылаушылардың айтуынша қазірге референдумда қандай да бір заң бұзушылық тіркелмеген. Я сейчас хожу как раз именно по своему округу и смотрю, насколько все как проходит. Все ли спокойно, все ли хорошо, насколько хорошая явка. Ну, проходя уже на 4-й участок, смотрю, прям идет активность людей. Люди идут, выражают свое мнение, оставляют свой голос. Это на самом деле немаловажно. И чувствуется ответственность наших граждан перед принятием решения. Для людей с ограниченными возможностями есть пандусы, средства для слабовидящих и слабослышащих. В Казахстане самая высокая явка демонстрируется в Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Но в этом году лидирует пока Карагандинская область. Отстает, как обычно, Алматы, хотя по оживленности избирательных участков это не скажешь. Но тем не менее, везде люди проявляют просто небывалую активность и подходят к этому очень креативно и творчески. Вот вы как часто ходите на выборы? Постоянно. Со времен, как имею право голосовать, с тех пор и хожу. И вот как вот за эти годы с доступностью для людей с инвалидностью? Ну, доступностью сейчас, можно сказать, идеально, потому что обеспечивают инватакси, чтобы мы могли приехать. Либо же, если мы не хотим приехать, тогда на дом доставляют урну. Но я предпочитаю постоянно приезжать на участок. Конечно, надо свою гражданскую позицию всегда подтверждать, надо ехать, идти голосовать, пользоваться своими правами избирателя. Ну, я думаю, Алмата еще нагонит, потому что люди только просыпаются. Павлодарда референдум күні тағы бір ерекшелік байқалды. Көптеген тұрғындар дауыс беруге ұлттық киіммен келді. Бұл өз таңдауын білдірумен қатар ұлттық дәстүрге деген құрметтің белгісі ретінде бағаланды.
Бұл Павлодар қаласындағы номер 55-ші референдум учаскесі. Халықтың қарасы қалың, дауыс беру енді қызып келе жатқандай. Бүгін еліміз үшін ең маңызды күн. Өйткені бүгін референдумға дауыс берем деген халықтың легі көп. Олар өздерінің азаматтық парызын өтеуге әрбір өзіне белгіленген участоктерге асыға басып келіп жатқаны көңілге қуаныш сыйлайды. Тағы бір таңғаларлық жағдайы Павлодар облысы бастама көтерді. Референдумға ұлттық киіммен барамыз деген. Міне бүгін көпшілігі дауыс берушілердің осындай ұлттық киіммен келіп дауыс беріп жатқаны көңілге қуаныш сыйлайды. Біз де өзіміздің азаматтық парызымызды білдіріп, еліміздің болашағы үшін, немереміздің, балаларымыздың болашағы үшін дауыс бердік. Өзіміздің 55-ші участокке келіп. Адамдардың көңіл күйі көтеріңкі, әрбір учаскеде кішігірім ауыл шаруашылық жәрмеңкесі ұйымдастырылған. Одан бөлек барлық қауіпсіздік ережелері сақталған. Мысалы 19 ақпаннан бастап ішкі істер департаментінің органдары күшейтілген режимге көшкен. Көп рахмет, Айбек. Сізбен байланыста боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.